Поэтому, хотя первый искал остановить часовой, президент достаточно спокойно было, рассыпались. Әділет пен әдемі қайтам жекшем өзі жас қыз болып жүр қазір. Ой, наконец-то өзім жеке самолетіма қол жеткіздім ау. Марқұм Бауыржан Әлиев ойлаймын да дегенше мына кітапты сізге аманаттап маған табыстады. Осы аманатты жеткіздім. Ойлаймын да. Өте керемет кісі өмірде жиған терген қысқа нұсқа нақыл сөздер екен. Қанатты сөздер деп айтуға толық негіз бар шығар, афоризмдер. Алла мейіріммен білесін бауыржан. Мен аманатына құтылдым. Мархамат. Бақти маған сұпырды. Ағам сұпырады. Елді балым да болды. Неге олардар ғой, сағат 4-те ма дейді, 4-те десем, сағат таңы 4-те. Қаншадан келіп кетті? 1300 адам бар. 1300 адам? 1200-1300. Әлі той енді болады, былай? Жоқ, той бол кеше бізге не болды ғой. Азанда сағат 10-де Амрумаров неде Құран оқылады. Одан кейін айыл жеткі болды, обедтен кейін. Бүгін азанда ас болды. Таңғы ас. 4-те де? Бұл сағат 4-те келеміз. 4-тен 8-ге дейін болады. Енді бүгін обедтен кешке тағыдай сағат 5-те той болады, енді той болады. Оған қаншадан келеді? Оған қаншадан келеді? Оған бір 600-700 болады. Азғанда біз? жылы 30 маусым күні 13.50-де келген екенбіз. Тура 3 жылдан кейін 30 маусым 13.50-де кеттіңіз. Көрінді ме? 13.50-де прям 3 жылдан кеттім. Самарқандтағы Регистандамыз, қымбатты достар. Мына Ұлықбек медресесі және Чилакоры медресесі. Біздің қоғамымызда қазіргі заманда медресе десе тек Құран жаттайтын адамдар, дінге ғана қызмет ететін адамдар көз алдыңызға елестейді. Бірақ ол замандарда аспан денелерін зерттеушілер де, қазір енді шыны керек, дінімізге күйе жағып жатқандар, дін дұшпандары кейде дінді қараңғылыққа балап жатады, өте адалдық бұл керісінше мен солай айтқан болар едім. Шынтып айта келгенде бүкіл арифметиканы, математиканы, физиканы, химияны, әдебиетті, айтып отырмыз, астрономия, бүкіл дүниелер зерттеу осы медреседен басталған.
burungi zamonlarda. Самая интересная, красивая часть нашей мечети – это вот потолок над нами. Смотрите, над нами имеете большой круг, как обруч. Внутри него покрыты сталактиты, зигзагами, а дальше идут лепесточки в синем фоне. Та часть, где изображены лепесточки в синем фоне, она же кажется как купол глубоким. На самом деле это плоский потолок. Оптический обман 3D 17 века. За счет рисунка она так кажется, листья уменьшаются, а потом увеличиваются. И за счет этого кажется, как на самом деле это просто обман зрения. Да, ровно. А слева, справа это все получается сувенирные лавочки, но остальное можете прогуляться сами, пофотографировать. Shu bir mushuk o'tkazib yuradigan kelamiz. Shisha o'zgaradi debdi. Brilliantlarni siz deysiz. Qalay deysiz? Brilliantingiz qayda o'tgandek so'zini chiqardim. İtalyan muhtarımı. Ne var da canavar? Samarqand. Safarga chiqsangizlar, Jaston Nazarboyevga chiqingizlar. Olur az özüm aytsam maqtagандай bolom, ayta bermiz. Osman bari aytib Үй дейсің бе, шай дейсің бе? Meni o'sha yerga kiritib qo'y. Mana yerga kiritib qo'y, yerda savdo qattiq bo'ldi. Жол болады, жігіттің жеңгесі шығады алдынан дейді. Менімен бірге келіп біраз жерді көріп тастадыңыздар аға. Meni mына жақтан келдік та, o'sha yerdan savdo жасап былай қарай кеттік. Сөйтіп жерге шай ішіп келдік. Бірақ ол кезде бір-ақ отель болған. Или күн ыстық болғасын. Күн былай көрмедім ба? Duo qilsangiz biza ketaveramiz, har kun xizmatga. Duo qilamiz.